Күнделікті бір сарынды тамақты кішкене өзгешелеп жасадым. Қазанға майды қойып, етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстінен пияз салып қуырып аламыз. Келесі кезекте менде мұздатылған сарымсақ, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, томат, өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен су құйып, қақпағын жауып, баяу отта еті піскенше қалдырамыз. Еті пістау дегенде сәбізін және картоптын салып араластырып су құямын. Енді осы су қайнағанша бізде салмасы және қамыры алдын ала дайын тұру керек. Салмасына дәмдеуіштерді тұз салып, қамырына ораймыз. Орап болғаннан кейін кішкене бөліктерге кесіп аламыз да қазанның бетіне қойып шығамыз. Суы қайнағаннан кейін қазанда баяу отта 20-25 минут арасында пісіріп аласыздар. Біздің отбасымызға бұл тағам өте қатты ұнады, жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып қойыңыздар.